Скарлатина А тобындағы бета-гемолитикалық стрептококпен қоздырылатын жедел жұқпалы ауру. Ол әсіресе 1 жастан 10 жасқа дейінгі балаларда жиі кездеседі, ауа тамшылар арқылы жұғады. 10 жастан асқан балаларда ол сирек кездесіп жатады. Негізінен бастапқы белгілер: бас ауруы, дене қызуы көтерілуі, жүрек айну, құсу, тамақ ауырсынуы. Негізінен бұл басқа да инфекциялық ауруларда да кездеседі бұндай белгілер. Осы скарлатинаның негізгі 3 белгісі туралы айтатын боламыз. Бірінші белгісі әрине денесіне шыққан бөртпелер. Бөртпелерді қараған кезде ұсақ, нүктелі, майда жалпы қызғылт түсті бөртпелер пайда болады. Құрылыста қолданылатын наждачный бумагаға ұқсас бөртпелер. Тағы бөртпелердің келесі ерекшелігі: денесінің барлық жеріне шықты, бетінде де бөртпелер болады, бірақ ауыз ерін үшбұрышында бөртпелер болмайды, таза болады. Және бөртпелердің тағы бір ерекшелігі: денесінің киімін ашып баланы тексеріп қараған кезде жалпы әсіресе бүгіліп жазылатын аймақтарда, буын аймақтарында көптеп кездеседі бөртпелер. Келесі белгі әрине ол тіл белгісі. Тілін ашып қараған кезде тілі құлпынай түстес. Бірінші күндері тілі ақ түсті болады, одан кейінгі уақыттарда тілі құлпынай түстес болып кетеді жалпы. Малиновый язык деп айтамыз. Келесі белгі ол тамағын ашып қараған кезде тамағы жалпы көмекей бездер ұлғайған, ісінген, жалпы қызарған, тамақ ауырсын. Бұл жерде әрине оральный ангина немесе фолликулярный ангина кездеседі. Және осы белгілер шығатын болса, дәрігерге қаралып, баланы тексеріп, ем қабылдаған жөн достар.